أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. 31 аятта былай делінген. Негізінде тақуалар үшін құтылу бар. Яғни, Алла тағаланың әмірін орындап, тыйымнан сақтанған ізгі тақуалар тозақтан құтылады. Және жәннат нығметтеріне қол жеткізеді. Бұл нығметтер келесі аяттарда айтылады. 32 аятта былай делінген. Бақшалар һәм жүзім бақтары бар. Оларға түрлі жемісті баулар, гүлдер мен жүзімдік алқаптар бар. Адам құмартқан жүзімнің сан түрі беріледі. 33 аят. Және жас құрдас, толық омыраулы қыздар бар делінген. Яғни, және жастары құрдас, жап-жас тұла бойында мін жоқ хор қыздар. 34 аят. Толы кесе бар. 35 аят. Олар онда жұмақта бос сөз және өтірік естімейді. Яғни, жәннатта адамдар пайдасыз бос сөз және жалған сөз естімейді. Өйткені жәннат амандық мекені. Сондықтан жәннаттағы әрбір нәрсе жалған және кемшілік атауынан аман болады. 36 аятта міне, бұл Раббыңнан толық бір сыйлық делінген. Алла тағаланың оларға уәде еткендей мол сыйлықтар бар. Сондай-ақ сый-сияпаттарын үстемелеп асыра береді. 37 аят. Көктер мен жердің, әрі ол екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы, Рахман, Алла. Оған рұқсатсыз ешкім тіл қата алмайды. Бұл пәрмен, аспандар мен жердің һәм арасындағы барлық жаратылыстың Раббысы, барлығын өз мейірімділігіне бөлеген Алла тағаладан. Ешкім сол күні басынан пәлекетті кетіру және азаптан құтылу үшін үн қатуға шамасы келмейді. 38 аятта ол күні Жәбірейіл ғалейхиссалам және періштелер сап түзеп тұрады. Рахман Алланың рұқсатынсыз ешкім сөйлемейді, әрі дұрысын ғана айтады делінген. Үрейлі қиямет күні Жәбірейіл ғалейхиссалам және періштелер қорыққан күйде сап түзеп тұрады. Олардың ешқайсысы
мейірімді Алла шапағат етуге рұқсат бермейінше, сауапты көбейту немесе азапты азайтуды сұрай алмайды. Сауи, періштер жаратылыстың ең абзалы бола тұра, Алла тағаланың рұқсатынсыз ешкімге шапағат ете алмайды. Періштелерге рұқсат етілмеген нәрсе басқаларға қалайша рұқсат етілсін дейді. Әрі шапағат сұраушы ақиқатты, әрі шындықты айтуы керек. Шапағат етілетін жан Аллаға иман еткен адам болуы тиіс. 39 аят. Сол күн хақ. Ендеше кім қаласа, Раббысына барар жол тұтсын делінеді. Бұл күн сөзсіз келетін қиямет күні. Ал кім Алла тағала құзырына иманмен, ізгі амалдармен қайтуды қаласа, қамдансын. Бұл үндеу және ынталандыру сөздері. Соңғы аятта былай делінген. Негізінде жақын бір азапты ескерттік. Ол күні алдын ала не істегеніне қарайды. Сол шақта кәпір, әттең, топырақ болып кеткен болсам ғой дейді. Ей, қайта тірілуді жоққа шығарушы Құрайш кәпірлері, расында біз сендерді таяуда келетін ақырет азабынан сақтандырудамыз. Қияметті жақын күн деп атауының мағынасы әрбір келе жатқан күн жақын екенін білдіреді. Ол күні адам өзі жасаған жақсы да жаман ісінің амал кітабына бекітілгенін көреді. Міне, сол күні кәпір мүлде жаратылмаған және құлшылық міндетін алмаған болуын қалап, әттең, есеп қисап астында қалмау үшін топырақ болып кетсем ғой дейді. Тәпсіршілер, қиямет күні Алла тағала жан-жануарларды тірілтіп, тоқал жануар мүйізді жануардан өз ақысын алады. Соңынан жан-жануар түгелімен топыраққа айналады. Міне ол кезде кәпірлер де азаптан құтылу үшін топыраққа айналып кетуді қалайды.